Все, включено. Ал енді қалай орысша қазақша сізге қалай? Не білемін, қазақша да орысша. Так. Онда қазақша келдік. Орысшамыз көп қой. Так, енді ал барлықтарыңызға қайырлы күн. Инстаграм, тикток, ютуб әлемі қалайсыздар? Қамархан, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Астана офисін ұнады ма сізге? Жақсы, ұнады. Болды. Енді қазіргі таңда біз Астана қаласы бүгін июнь айының 20-сы, жұма күні, бүгін Астана қаласындағы TTS International компаниясының офисында бүгін презентация өткізгелі жатырмыз. Енді біріншіден Қамархан, қош келдіңіз. Иншалла бизнесіңіз бәрі жақсы болсын, оңынан болсын, берекелі болсын. Енді TTS International компаниясы дегеніміз қандай компания? Соны түсінейік та біріншіден. Біріншіден бұл енді TTS 3 әріптен тұрады. Бұл трансдермальная терапевтическая система деп ашылымы. Бұл түрік компаниясы, сетевой компания, желілік бизнес. Енді біріншіден бұл компания біздің Қазақстанға 24 жылдың февраль 2 айдың ақпан айында Қазақстанға келген болатын. Енді дайындық жұмыстар жүргізіп болғаннан кейін, сентябрь қыркүйек айында, 24 жылдың қыркүйек айында не істеді? Бірінші регистрация тіркеулерін өткізіп, алғаш сатылымын тіркеуін жүргізген болатын. Бірақ компания ресми түрде желтоқсан айы, декабрь, 24 декабрьде, кім менің әлеуметтік желілерімді қарап отырса, мен жақында кеше ғана видео салған болатынмын. Желтоқсан айында ресми түрде компания ашылып, қазіргі таңда қанша болды? 6-7-8 ай компания Қазақстан нарығында. Енді былай қарасаңыз, компания предстарт, әлі бір жыл толған жоқ, жарты жылдан енді асып келе жатыр, жаңа келе жатырмыз. Қазіргі таңда компания өзі Түркия елі, Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Ирак елі, Бағдад, сол елде және бүкіл Европа бірлігі дейміз ғой, Европейский союз, сол мемлекеттерде толыққанды ресми ашылған. Яғни ресми ашылу дегеніміз не? Компания барып тіркеледі, ол жерде офиспен склад ашады. Және бүкіл өнімдерді заңды түрде тіркеп, заңды кіргізген деген сөз. Енді мен жалпы өзім TTS компаниясы неге таңдадым? Біріншіден компания Қазақстанға және басқа мемлекетке қайда болса да сетевой маркетинг компаниясы, желілік бизнеспен айналысқан компания деп тіркеледі, заңды түрде тіркеледі. Бүкіл өнімдерін заңды түрде кіргізіп, бүкіл рұқсат қағаздарын алып жұмыс істейтін компания. Бұл өте маңызды. Неге? Өйткені сол жергілікті қай мемлекетте болмасын, не істейді? Салығын төлеп, бүкіл тіркеу жұмыстарын істеп, түгелін заңды жүргізетін компаниялардың бірі. Бұндай компаниялар сетевой бизнестағы компанияның арасында санаулы ғана компания бар, көп емес. Сондықтан да бұл өте маңызды. Енді TTS бұл компания өзі екі құрылтайшысы бар. Вейсель Чакыр, Сердар Чекинкай деген екі түрік құрылтайшысы бар. Біреуі медицинский образованиесі бар, денсаулық саласында. Және өздері әрине не істейді? Сетевой бизнестан ақпараттар бар, тәжірибесі мол кісілер. Компания 2019 жылдан бері нарықта жалпы, яғни 6 жыл болып келе жатқанда, бірақ біздің Қазақстан, Қырғызстан елінде енді бастап келеді. Естеріңізде болса, жақында 15 июнь күні Бішкек офисінің ашылу ресми салтанатты түрде өткізілген болатын. Алланың берсе. Бірақ Қазақстанның бір жылдығын осы октябрь айында Алматы қаласында өткіземіз деген жоспар құрудамыз. Енді өнімге келетін болсақ, компания туралы қысқаша мағлұмат бердік. Компанияның жалпы Түркия елінде жаңа айттым ғой, 5 жылдан астам жұмыс істеп жатыр, 200-ден астам мемлекетке компания толыққанды жеткізу, яғни өнімдерді жеткізу, доставка рөлі бар, әлемнің түкпір-түкпіріне жеткізе алады. Енді өнімге келетін болсақ, компания жаңағы айттық қой, TTS трансдермальная терапевтическая система. Яғни бұл не деген сөз? Кластерді денемізге
терімізге жабыстыру арқылы бізге керекті микро макро элементтерді бүкіл ағзамызда қамтамасыз ету, яғни пластыр арқылы. Қазақшасын дейміз жамау, пластыр жамау дейміз. Енді жамау дегеніміз қазақша пластыр, жамау дейміз. Енді жамауды көбейтіп қолдана қоймаймыз, дегенмен де пластыр, трансдермальный пластыр дейміз. Енді пластырға келетін болсақ, міне бірінші пластырымыз бұл бізде бұл смарт патч деп аталады. Смарт патч. Ағылшыншадан аударатын болсақ, смарт дегеніміз не? Ақылды деген сөз. Смарт патч. Міне осындай пластыр, осыдан 20 штук, 20 данасына бір упаковкада болады, бір қаптамада. Міне мынандай 20 штук, ішінде осындай нұсқаулығы да болады, осындай керемет өнім. Бұның несімен ерекше? Енді жалпы пластырларға келетін болса, пластыр дегеніміз не? Пластыр бұл жаңағы айттым ғой, қайталап айтайын. Пластыр денемізге жабыстырған жамау, ішіндегі құрамындағы бүкіл керекті заттардың тері арқылы өту, одан біздің қан айналымымызға не істейді? Өтеді де бүкіл қан айналым арқылы ағзамызға керекті микро-макро элементтермен қамтамасыз ету. Және не істейміз? Ағзамызды жақсартамыз, денсаулығымызды жақсартамыз. Енді қазіргі біз енді қалыптасқан таблетка, капсула күйінде бар, система дейміз, капельница система бар, укол, внутривенно, внутримышечно дейміз. Бұның ерекшелігі неде? Қараңыздар, пластырдың кез келген таблетка мен капсуланың бір ерекшелігі бұл біздің ас қорыту жүйесі арқылы емес, теріміз арқылы қамтамасыз ету. Енді таблетканың әлі де бар, әлі де қолданамыз, әлі де, бірақ бұның үстемдік жағы, преимущество, үстемдік жағы не істейді? Біздің ағзамыз тарапынан қолдану, усвоение дейміз ғой. Усвоение 90-95%-ға дейін болады пластырларда, ал таблеткаларда әр кетсе 20%-ға. Және передозировка деген жоқ. Пластыр арқылы не істейміз? Мысалы, бір пластырды мынаны 2 күнге дейін қолдануға болады, 78 сағат. Енді қараңызшы, 78 сағат қолданасыз, мысалы, мен қазір беліме жабыстырып қойған, осы смарт патчты, өте қолайлы бір түрде не істейді? 2 күннің, немесе 1 күннің ішінде не істейді? Бірте сіңеді. Усвоение, сіңу, впитывание. Денемізге 24 сағаттың ішінде бір қалыпты сіңеді денемізге. Көрдіңіздер ме? Ал капсуланы және тағы бір ерекшелігі, үстемділігі, бұны сіз күніне 3 рет, тамақтың алдында, тамақтан кейін деген ұғым жоқ. Не істейсіз? Күніне бір 5-10 минут уақыт бөліп, қолданасыз, бітті. 24 сағат, 48 сағаттың ішінде бұл пластыр сізге керекті қоректі заттар, макро-микроэлементтер, минералдармен қамтамасыз етіп отырады 24 сағаттың ішінде. Сондай бір ерекшелігі бар. Тағы, енді мына бүкіл пластырларға келетін болсақ, ISO сертификаттары бар, GMP, парабен-фри, допинг-фри, халал, және жануарларда тест жасалмаған деген сертификаттар ие. Бұл пластыр, біздің компаниямызда TTS-те 7 түрлі пластыр бар. Соның бәрі Южная Корея, оңтүстік Кореяда өндірілген, жасалынған, бізге Қазақстанға тіркеліп сертификациясымен өткен, орысша, қазақша переводы түгел бар. Енді мына смарт патчтың ерекшелігі неде? Бұл енді құрамына келейік. Құрамында красный женьшень, гидролизованный коллаген, кальций, магний, витамин D3, витамин С, resveratrol, тағы не бар? Германиум, ионы серебра дейміз, және сапонин бар. Міне осы 10 шақты құрамында нелер бар, қоспалары бар. Енді жай күнде, мысалы, таблетка күйінде осы 10 түрліні алатын болсаңыз, сізге кем дегенде өткенде есептегеніміз 90-100 мың теңгеге шығады. Жоқ дегенде. Таблетка күйінде алсаңыз. Сондықтан да пластыр бұл қазіргі заманда қоспалардың ағзамызды жақсартудағы келесі бір саты, келесі бір қадам десек те болады, технологиясы. Неге? Бұл тек қана бір өнім ғана емес, 10 түрлі өнімнің құрамында бола тұра сіздің ағзаңызға жеткізу жолы. Және
мына қазіргі нарықта бізде пластырлардың түрі көп қой бізде. Бірақ қараңыздар, өте мұқият болыңыздар. Біздің пластырлардың бір ерекшелігі мына жерде не болады? Дозировкасы көрсетілген. Яғни ppm мен әрбір қоспасы, составляющий қандай мөлшерде екені ppm мен жазылған. Мөлшері жазылмаған қоспалардың скорее всего не заңдылығы жоқ, не тіркелгендігі жоқ, және не істейді, шын мәнісінде бұл өнім зерттелмеген деген сөздің бір белгісі. Неге? Өйткені компания TTS-тің 100% Аргимун деген не істейді, ғылыми зерттеу орталықтары бар. Оның бір орталығы Анталияда орналасқан, бір орталығы Кореяда орналасқан. Мына өнімнің былай бізге нарыққа шыға қою, бүйтіп жай ғана шыға салу емес, бұның кем дегенде 6 ай мен 12 ай арасында зерттеу, ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп, тест, лаборатория бәрін өткізгеннен кейін ғана нарыққа шығады. Сондықтан да біздің компания TTS бұл өнімдерге өте және өте не істейді, қатты көңіл бөліп, ғылыми түрде жасайды бәрі. Сондықтан да бұл смарт патчтың бір ерекшелігі не істейді, негізгі құрамындағы нәрсе бұл гидролизованный коллаген. Гидролизованный коллаген не істейді, біздің буындарымыз, суставы буындар әсіресе, тек қана емес, бұдан бөлек не істейді, біздің буындарымыздың қалпына келу, ауырсыну сезімі, қабыну сезімі, то есть воспаление, не дейміз, боли, соның бәрін ретке келтіретін керемет өнім. Енді бұдан бөлек жаңа құрамындағы көп нәрселердің арқасында не істейді? Біріншіден, қараңыздар, жүрек қан тамыр айналымы жүйесі, сіздің тамырлардың кеңеюіне, давление дейміз ғой, қан қысымының реттелуі, соның бәрі мына смарт патч туралы. Бұны үлкен бір патчты қолданамыз, 2 күнге дейін қолдануға болады, өте керемет қыздыратын бір өнімдердің бірі. Неге смарт дейді, неге умный, неге ақылды жамау? Өйткені бұл бір мезгілде қызады, одан кейін қоя қойды, одан қайтадан қыздырады, сондай бір әсері мол. Сондай керемет өнім, смарт патч. Келесі керемет өнім бұл бізде Power Patch деп аталады. Яғни энергия, power, энергия дейді, күш қуат беретін. Бұл құрамында қалың өте? Қалың, салып қояқшы, міне, бұл не? Құрамында оқитын болсақ, корень женьшеня, витамин С, D3, B9, B12, гинкобилоба, L-аргинин, витамин B6, және не дейді? Витамин кофактор К2. Міне, мынандай түрде, 4 күрішті бүкіл жамаудың түрі, және ең маңыздысы группа витамина В, витамин D3 не істейді? Біздің орталық жүйке жүйеміздің дұрыс жұмыс істеуіне, нейросвязи, нейроимпульстар дейміз, ағзамыздағы биохимический реакциялар болады. Біздің мысалы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі, эндокринный системаның дұрыс жұмыс істеуіне керекті өнімдермен керекті бүкіл группа витаминнің бәрі қамтамасыз ететін Power Patch. Міне, байқасаңыздар, мен өзімнің Power Patch'те екеуден жақсылық қоямын, әдемі алып. Осылай қолданамын. Өте керемет өнім, не істейді? Ұйқыңызды ашады, энергия береді, серпіп жібереді сізді, күш қуат береді. Міне, әрбір өнім жаңа айтқандарында бүкіл сертификаттар, және мына жерде бізде QR код болады. Кез келген адам фотосын қойып, осы QR код арқылы мына өнімнен біздің сайттан толық ақпарат алу мүмкіндігі бар. Power Patch. Келесі өнім бұл бізде Fit Patch деп аталады. Бұл да өте керемет өнімдердің бірі, ерекше өнім. Жерде қалыпқа таңдаған қараңыздар. Өте маңызды нәрсе, бұл біздің эндокринная система, яғни бүкіл гормондарымыздың жұмыс істеуі. Қараңыздар, осындай кішігірім 4 күрішті жамаудың түрі, артықта болады, екеу. Бұл жерде ерекшелігі 60 штук болады, 60 дана. Екеуден қолданамыз. Және құрамына келетін болса, құрамын қараңыздар, өте бай құрамы. Гарциния камбоджийская, спирулина, экстракты зеленого чая, лептин. Джинджер дегеніміз не?
имбирь, гуарана, қазақшасы қалай имбирьдің? L-карнитин, одан кейін зімбірлер. Острая дейміз, горькая дыня, яғни ащы қауын дейміз, иә. Және не істейді? Бұның құрамында хром бар. Бұл өнімнің бір үлкен бір ерекшелігі, екеуден қолданамыз, біздің эндокриндік жүйеміз, гормондарымызды реттеп, артық тамақ ішу, энергияны, артық майларымызды азайту, салмақ түсіру, барлығын реттейтін өте керемет өнім. Бұл өнімнің шыны керек, мен ұқсас өнімдер таба алмадым. Бұл расында да TTS-ке өте тән өзге бір өнімнің бірі. Салмақ түсіреді, эндокрин, және әсіресе әйел кісілер, мына щитовидка дейміз ғой. Ер азаматтар жаңағы мочеполовая система түгел. Одан бөлек қан қысымы және сахарный диабет дейміз, қан ауруы, соған қатты көмектесетін керемет өнім. Келесі өнім бұл біздің компаниямыздың Қазақстанда әсіресе ең көп сұранысқа ие пиньол патч. Пиньол патчымыз бізде бар ма жерде? Сықып кетті, жоқ. Я, міне, мына жерде бұл пиньол патч, мына жерде міне көгіл түстен домалақ патчтар не істейді? Біздің ерекше ұйқы безіміз, ұйқымызды реттеу керекті өнім. Мелатонин, гормоны счастья, валериана, магний, витамин B6 және цинк деп аталады. Міне, осылай 30 штук болады. Мынандай 6-6-дан қаптамадан бөлек болады. Осындай керемет өнім. Қазіргі таңда міне жабыстырып қойыңыз, бұны әсіресе ұйқы кетердің алдында кешкісін 9-10 шамасында жабыстыра қойсаңыз, ұйқыңыз реттеледі. Ұйқы реттелді ма, бізде денсаулық реттеледі, оны білеміз. Сондықтан да керемет өнімдердің бірі. Пиньол патч. Келесі өнім бұл бізде, құрметті партнерлар, бұл омега коэнзим өнімі. Мына жерде көрдіңіздер ме? Қара домалақ патч. Не істейді? Мына жерде бар екен. Мынандай, бұл да 6-6-дан бөлек қаттамасы бар. Осындай қара түсті болып келеді. Әрине, бұл бізде омега. Омеганы білеміз. Омега бұл біздің өте маңызды ми, орталық жүйке жүйеміздің дұрыс жұмыс істеуі, жасушалардың қоректенуі, қалпына келуі, бізге ағзамызға керекті аминокислоты, дұрыс майлар, соларды қамтамасыз ету, біздің омега. Құрамында не бар? Масло крилі, омега-3, омега-9, коэнзим Q10 және витамин Е. Бұл өте мықты антиоксидант. Ағзамыздағы бүкіл жиналған ауыр металдар, солардың бәрін ағзамызда шығару және кислотно-щелочной баланс дейміз, соның бәрін реттеп беретін керемет өнімдердің бірі. Бұл жасынан ұлғайған жасқа дейін қарияға дейін күнделікті қолдануымыз керек. Неге? Өйткені мына сенесіздер ме? Мына кішкентай домалақ патчтың ішінде шамамен 1 килограмм балықтан жеген кезде құрамымызға керекті бүкіл аминокислоттар, омегаларды қамтамасыз ететін сонша мөлшерде омегамыз бар. Сондықтан да біле жүрейік. Келесі өнім бұл бізде әрине Woman Patch. Woman Patch әйел кісілерге керекті өнімдердің бірі. Міне осындай қызыл түсті болып келеді. Үлкен 4 бұрышты патчтар әйел кісілердің денсаулығы әрине. Бұл не дейміз? Тазобедренный сустав, мочеполовая система дейміз. Яғни әйел кісілердің етек кірі, денсаулығы, төл қалпына келтіретін құрамында не бар? Рибофлавин, глютатион, группа витамина В, селен, железа, төл, одан көп, өте бай құрамы, өте құрамы бай, өте керемет өнімдердің бірі. Яғни не істейді? Әйел кісіге денсаулығын реттейді, энергия береді, күш-қуат береді. Жаңағы бүкіл құрамның арқасында өте маңызды керек нәрсе. Келесі өнім бұл бізде Woman Patch. Сладкая парочка дейміз, бізде.
бұл да біздің woman patch сияқты үлкен төрт бұрышты, бірақ қара түсті болып келеді. Мен өзім man patch мына жерге жапсырып қойдым, woman patch мына жерге жапсырып қойдым. Fit patch мына жерде, мына жерде, энергия мына жерде, хеп тұр ғой біз энергия керемет. Иә. Сондықтан да ойбай woman patch жоқ, екеуін жапсырып қойдым. Әдемі қылып келтіреді. Вот, енді құрамы өте бай, женскийге қатты ұқсас, бірақ бір үлкен бір ерекшелігі бар. Мынау man patch'тың құрамында не бар? Кардицепс бар, иә. Кардицепс бар. Бұл білеміз, иә, кардицепс біздің натуральный антибиотик деп қабылданады бізде. Біздің ағзамызды қалпына келтіру, иә. Соның бәрі. Ал еркектерге әсіресе бұл аденома простаты, простатит секілді ер адамдарға тиесілі аурулардың қалпына келуі, денсаулықты реттеу, тестостеронның көбеюі, күш қуаттың келуі, мен енді бұл соның бәрі керемет нәрсе. Өте, мен мысалы ерекше woman patch, man patch'тан, fit patch'тан керемет өнімдер, результаттар алып жатырмыз. Сондықтан да міндетті түрде мұны қолдануымыз керек. Одан бөлек бізде не бар? Бізде маски для лица дейміз, біздің бетіміздегі теріміздің сәнділігін, дұрыстығын, денсаулығын қалпына келтіру үшін бізде маски для лица. Бұның ерекшелігі бұл гидрогелевая маска. Яғни не деген сөз? Біздің бетіміздің бір 5 технологиясы бар. Біріншіден увлажнение, питание, осветление дейміз, ағарту. Одан бөлек не істейміз? Анти-эйджинг, яғни қартаю процесін доғару және лифтинг эффект береді. Яғни бетіміздегі әжімдерді тартып қалпына келтіру. Осының бәрі біздің Livleness деген керемет маскамыз, Южная Корея. Енді одан бөлек бізде мен жақсы көретін бір өнім бар, ол бізде әйел қауымына арналған не істейміз? Прокладка дейміз. Қазақшасы қалай? Прокладканың төсеме. Яғни әйел кісілердің гигиенасына арналған дневной, ночной, ежедневный деп 3 түрлі бөлінетін, әйел кісілердің тек қана гигиенасы емес, одан бөлек денсаулығына да оң әсерін тигізетін компания TTS-тің әйел қауымына әсіресе арналған табиғи заттардан жасалған 10 есе көп жидкость дейміз ғой. Соның бәрін қабылдап, тек қана тазалық және гигиена қамтамасыз етпей, одан бөлек 3 технологиясы арқылы әйел кісінің денсаулығын жақсартуға арналған осындай тағы бір ерекше өніміміз бар. Енді одан бөлек бізде тағы не бар? Бізде жақын арада біздің Қазақстанға кіретін болатын бұл Star Moon дейді, яғни кофе. Star Moon бұл осындай қорапшада, осындай 30 дана штук кофенің түрі. Енді кофеден бөлек бізде қазір бизнес туралы айтамыз ғой. Бизнесті Қамар ханым қалай жасау керек? Кофе ішіп. Өйткені қараңыздар, менің бір күшті бір наставнигім айтатын сөзі бар. Бизнес строится не за рабочим столом, не в офисе дейді, а бизнес строится за чашкой кофе деген бір сөзі бар. Бұл не деген сөз? Яғни қарым-қатынас құру, адамдармен сөйлесу, жылы сөйлесу, отношения құру. Сол арқылы ғана бизнес болады. Өйткені сетевой бизнес бұл өнім сату бизнес емес, адам шақыру бизнес емес, адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра білу бизнесі. Сондықтан да кофе бұл не істейміз? Адамды кездесуге шақырамыз. Кофе, бір шай ішеміз, бір тамақ ішеміз, То есть бизнес строится за чашкой кофе. Енді ойлаңызшы, біздің кофенің бір ерекшелігі неде? Құрамында өте сапалы арабика кофе болса, одан бөлек құрамында не бар? Бізде женьшень бар, корейский красный женьшень. Екіншісі бұл гинка белова бар. Гинка белованы білеміз ғой, бұл біздің жүйке жүйеміз, центральный нервный системамыздың айқын, дұрыс жұмыс істеуіне
көмектесетін керемет бір өнім. Және құрамында бізде не бар? Грибы рейші бар. Бұл білеміз иә, Қытай медицинада өте кең тараған. Не істейді? Біздің ЖКТ ас қорыту жүйеміз, біздің пробиотик дейміз. Одан бөлек аллергия, иммунитеттің бәрін ретке келтіретін осы грибы рейші. Осы шу бірге осы өнімде тағы бар. Осындай керемет өнім, иә. Қамар ханым, сіз өзің жалпылай кофе ішесіз ба? Кофе ішесіз ба? Ішпейсіз. Шу керек қой. Ұнамайды ма? Неге? Қорқам. Қорқасыз ба? Бәрі. Қан қысымы көтеріп кетті ма? Енді одан бөлек бұл өнім бізде қазір енді амандық болса рұқсат қағаздарын алуда жақын арада кіреді. Келесі бізде биттер мелон деген бар. Бұл горькая дыня, ащы қауын деген сөз, иә. Бұл біріншіден детокс, ең маңыздысы детокс. Міне бізде көрдіңіздер ме? Міне осындай 10 ампула болады. Бұның ішінде май бар және ащы дыня бар. Одан бөлек құрамында өте бай, бүкіл витаминдер, макро микроэлементтер өте бай. Бұл не істейді? Біріншіден бұны ішкен кезде сумен араластырып ішуге болады, тікелей ішуге болады. 10 ампула ғой, 15 мл-ден 10 күн күнде бір-бірден ішесіздер. Бұл не істейді? Бізден біріншіден ЖКТ ас қорыту жүйемізді реттейді. Тазартады. Мына бәрін жақсылап тазартып шыққаннан кейін не істейді? Біздің әсіресе өт жолдары бар ғой, өт тартқалы застой желчи дейміз, сол өт, желчегонный эффект береді, мочегонный эффект береді, детокс эффект береді, сәлеметсіз бе, кіре беріңіз. Осыны осылай ішсек болады. Өте керемет өнім, жақсы эффект алып жатыр ішіп көргендер. Енді одан бөлек бізде не бар? Бізде мынандай тағы бір жақсы өнім бар. Бұл бізде қатты үлкен емес. Пчелиное маточное молочко дейді. Яғни 60 таблетка күйінде, қарапайым кішкентай таблетка тілдің астына сала қоясыз. Біріншіден бұл біздің иммунитетті тез арада көтеруіне, қалпына келтіруіне септігін тигізетін керемет өнімдердің бірі. Бұл да рұқсат қағаздарын алу үстінде жақын арада амандық болса, бұл да бізге қолжетімді болады, сатылымға шығады. Байқасаңыздар біздің компания не істейді? Пока өнімнің рұқсат қағаздарын алмайынша. Көбісі сетевой компания қалай істейді? Алдым ба, давай сат. Ол неме так сертификаты бар. Шаруа жоқ. Әйтеуір тез-тез сатайық, тез-тез жасайық. Ол дұрыс па, емес па, шаруа жоқ. Компания олай етпейді. Біздің компания ол жағынан кішкене ауқымды қарайды, масштабны. Так, енді өнім туралы, енді сіз 5 жылдық шараға қатысып келдіңіз ба? Иә, күшті қатысып келдіңіз. Жалпы қалай ұнады ма сізге? Әрине ұнады, өте керемет іс-шара болды. Иә. Оны қазір мен сізге мына жерге шығарамын, камераға сөйлейсіз. Сол жерде байқаған болсаңыздар, 4 жаңа өнімнің анонсын жасады, иә. Біріншісі бұл бізде зубной паста, тіс пастасы. Екіншісі бұл шампунь. Үшіншісі бұл бізде крем және төртіншісі протеиновый порошок деді, 4 өнім болады деді. Осы өнімдер амандық болса қазір енді жария еткеніне қарағанда Түркиядан қазір рұқсат қағаздарын алды. Амандық болса осы жылдың аяғына дейін біздің Қазақстан жалпы СНГ нарығына кіреді деген жоспар құрып отырмыз. Енді сұрақ бар ма өнімдер туралы? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, тамаша. Енді сіз енді қазір біздің отыздардан чемпионсыз ғой, отыз көп емес енді дегенмен де. Енді біздің екінші неге өтейік, иә? Қай жақ түсіп кетсеңіз болады, жеткілікті болды. Рахмет сізге. Арғы бөліммен сөйлесеңіз болады. Енді бізде маркетинг план. Айжан, маркетинг бәрі істейіп тұр ма? Камерада қарашы. Так, маркетинг план. Енді кез келген сетевой компанияда сағат қанша болды? Уақыт қанша? Енді қараңыз, кез келген маркетинг план. Енді Қамар ханым, сіз енді бизнес құруға келдіңіз ғой. Запросыңызды айтыңызшы, қандай сұрақ? Конкретно. Сіз айтыңыз, қалай бизнесті қалай жасайын? Бизнес жағынан ештеңе қалай жеңіл жетіп білем, бірақ халыққа жеткізу үшін оны білемін. Енді қараңыз, сіз өзіңіз TTS компаниясына келгенде
өнімге келдіңіз бе или бизнес жасауға Мен келдіңіз бірінші өнімге келдім. өнімге келдіңіз. Өнім алдыңыз, результат алдыңыз ғой, иә? Енді қараңыз, маркетинг планға келейік онда. Түсіндіре кетейін. Маркетинг план біздің компанияда өз бинар, екі аяқ. Бинарды жұмыс істеп көрдіңіз ба? Сіз бірінші көріп беріңіз. Енді қараңыз, біздің компанияда жалпы тіркелу үшін өзі бізде 4 пакет бар. Негізгі 4 пакет. Біріншісі начальник, бастауыш пакет дейміз, иә? Бұл 100 PV балл. Бұл PV дегеніміз тек қана статусқа кететін нәрсе. 100 PV бар, және 100 CV береді. CV дегеніміз бұл ақша бірімі. Бұл сіздің естейді товарооборотқа бинарға кетеді, ақша бірімі. 100 CV. Сіз бұл мына пакеттің ішіндегі өнімдерді 30% жеңілдікпен аласыз. Бірақ қателеспейді. 30% постоянно 30%-мен аламын деген ұғым жоқ. Тек қана бұл пакетте, иә? Яғни бағалар 50 мыңнан басталады. 50 мың, 65 мың, 70 мың, бірнеше түрі бар, иә? Екінші пакет бұл бізде потребительский, тұтынушы пакеті. 250 PV статусқа кетеді, 250 CV товарооборотқа кетеді, 45% жеңілдікпен аласыз, бағасы 125 мыңнан басталады. 150-ге де бар, әртүрлі, иә? Үшінші пакет бізде бизнес пакет. 600 PV статусқа кетеді, 600 CV товарооборотқа кетеді, 50% жеңілдікпен аласыз өнімді, 300 мың теңгеден басталады. Одан да қымбаттары тағы. Төртінші пакет бізде профессиональный, проф пакет дейміз. 1000 PV, одан да көбірек беретіні бар. 800 CV товарооборотқа кетеді, 50% жеңілдікпен аласыз, 400 мың және 495 мың өзі екі-ақ пакеті бар. Бірақ естеріңізде болсын, мына жердегі 495 мың теңгенің пакеті бұл негізінде промо пакет. Мына жердегі 50 мыңның пакеті негізі ол да промо пакет. Негізі 65 мыңнан басталатын компания бір жылға деп кеміне екі промо пакет жариялаған. Бұл мына 50 мыңдікі және 495 мыңдікі. Мына 495 мыңның пакеті негізінде өзіндік құны почти $2000 алатын пакет екен. Компания бір жылдың ішінде бәрі алып көрсін, түсініп көрсін, жасап көрсін деп промо пакет негізі жариялаған екен. Бірақ одан бөлек Қамар ханым, есіңізде болсын, тек қана мына пакетке ғана тіркелу емес, сіз бір өнім алу арқылы да тіркеле аласыз. Бір өнім. Мысалы, смарт-патчтың бізде клиенттік бағасы қанша? 23 мың теңге ма? 22.500. Бұны сіз бір өнім алу арқылы да тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Бізде өкінішке орай көп адамдар ойлап қалады, тек қана 50 мыңға сатып алып қана тіркеле аламын деп ойлайды. Олай емес, 20, негізі мына жерде жазып қою керек екен, жазып қою керек екен. Негізі бір өнім алу арқылы 20% скидкамен ала ма? 20% скидкамен бір өніммен де тіркеліп бизнес жасауыңыз болады. Иә. Соны да біле жүрейік. Енді пакеттердің арасында не бар? Апгрейд бар. Апгрейд бізде 3 айға 84 күн. Арасындағы разница, естеріңізде болсын, апгрейд тек қана пакеттермен ғана жасалынады. Отдельный покупкамен апгрейд жасалынбайды. Және жақында осында бізде бір опыт болды, тәжірибе болды. Не істеді? Естеріңізде болсын. Егер сіз мынандай бір ерекшелік бізде тағы бар, оны естеріңізде болсын. Мына үлкен профессиональный пакет алған кезде, сізде не істейді? 3 айға активацияңыз сразу созылып кетеді. Бірақ тек қана үлкен пакетті сатып алсаңыз ғана. Егер сіз мына пакетпен бастап арасындағы разницасын алып, үлкен пакетке шықсаңыз, 3 айлық активация алмайсыз. Бірақ егер сіз мынандай начальный пакетте тұрып, мына пакетті тағы сатып алсаңыз, онда 3 айға активацияңыз болады. Оны біле жүрейік. Бірақ қателеспейді. Мына профессиональный пакетті повторный покупкамен алу керек. А увеличение пакетімен алуға болмайды. Өйткені увеличение пакетімен активация 3 айға созылмайды. Естеріңізде болсын, сондай тонкостьтер бар. Кеттік ары қарай. Бізде енді компаниямызда бір 9-10-ға жуық бонус түрі бар. Біріншісі бұл реферальный бонус. Оны білеміз, адам тіркелгені үшін. Бізде, міне қараңыз, бұл 18%-ді құрайды барлық пакеттерде. Енді ақшаға шағатын болсақ, қараңыз, өте қолайлы.
мысалы мына пакетке тіркетсеңіз 9.000, 22.500, 54.000 және ең үлкен пакетте 72.000 аласыз. Ойлаңызшы, сіз өзіңіз кішкентай пакетте болсаңыз да, мына пакетке біреу тіркесеңіз 72.000 аласыз. Өте қолайлы, иә? Өйткені неге? Бізде 18% барлық пакетте бірдей реферальный бонус. Екінші бонус бұл бізде бинарлық бонус. Бинарлық бонустың бізде пакетке байланысты ұлғаяды. Міне, начальный пакетте 7, одан кейін 9, 11, 13. Бірақ тағы айта кететін бір жай, мен жаңа айттық қой, кішкентай пакет, бір өніммен де тіркелсеңіз, үлкен бір ерекшелік, сіз мына жерде де бинарыңыз ашылады, 5% бинармен аласыз. 5%. Бұл енді біздің компаниямыздың, біздің маркетингтің үлкен бір ерекшелігі осында. Бізде, есіңізде болса, көбі сетевой компанияларда бірінші, не болмаса екінші пакеттерде бинар бермейді. Бинар алу үшін сіз пакетіңізді ұлғайтуыңыз керексіз. Бұл жерде даже сіз бір өніммен тіркеліп жасасаңыз 5% бинар ашылады сізде. Күшті, керемет. Көрдіңіз бе? Және бинар дегенімізді білеміз ғой, бинар дегенімізді қаматамыз білеміз ғой. Кіші аяғыңыздан жинақы түрде аптасына бір рет вторник сайын сейсенбі күндері бізде бинар әр апта жабылады сейсенбі күні. Не болды? Автоматически сізде бинар захлопывается. Бинар дегеніміз екі аяқ теңескеніңізде. Кіші аяғыңыздан аласыз. Бірақ үлкен бір ерекшелігі біздің компаниямыздың мына бинарный ограничение болады әр компанияда. Бұны флеш аут деп атайды, тағы ағылшынша айтқанда. Біздің флеш аут, біздің ограничение 10 миллион аптасына. Яғни сіз тек қана бинармен аптасына 10 миллион теңге ақша таба аласыз. Көбі сетевой компанияларда бұл ограничение ең көп болса 4 миллион, 5 миллион. Бізде 10 миллион. Басқасында жоқ. Және көбі сетевой компанияларда мына 5 миллиондық ограничениеға шығу үшін сіз ең жоғарғы статус жабуыңыз керексіз. Бізде ол жоқ. Статус жаппай, пакетіңізді даже ұлғайтпай, тек қана бинарлық бонуспен істеуіңізге болады, аптасына 10 миллион теңге ақша табуыңыз. Только бинарлық бонус. Біздің ерекшелігіміз осында. Үлкен бір ерекшелік бар. Соны біле жүрейік, иә? Енді келесі бонус түрі бұл бізде статустар. Статус мен әрдайым айтамын. Мен обученияларда айтамын әрдайым. Мысалы, егер сізді тыңдап отырған сетевик болмаса, новичок болса, бастапқыда осы 3 бонусты түсіндіріп айтыңызшы. Реферальный бонус, бинар, статус бітті. Қалғандары пока керек жоқ. Өйткені шатыстырып алады, қорқып кетеді, қиналып кетуі мүмкін, түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан осы 3-пен бастасаңыз болады. Үшіншісіне бізде статус. Кез келген сетевой компанияда не болады? Карьерный бонус болады, карьера болады. Бізде негізгі 10 статус түрі бар. Біріншісі стар, жұлдыз, 500 PV кіші аяғыңызбен жинақы түрде. Не деген сөз ол? Яғни сіз кіші аяғыңызбен 500 PV жасайсыз, адам тіркейсіз ғой. Не болмаса командаңыз адам тіркеген кезде 500 PV кіші аяғыңызбен істедіңіз бір аптада. Соның не істедіңіз? Реферальный бонусын алдыңыз ғой, бинар бонусын алдыңыз. Осы 500 PV бараққа сізге ранг статусқа кетеді. Накопительно по малой ветке. Біздің статустың бір үлкен бір ерекшелігі, жаңа бинар туралы айттым ғой. Біздің маркетингтегі ерекшелік не? Статустар по малой ветке накопительно күйіп кетпейді. Екіншісі, подтверждать не надо, мақұлдап керек жоқ. Мысалы, делік, мен стар жаптым осы аптада, делік, я? Келесі аптада стар болу үшін мен 500 PV тағы жасауым керек деген ұғым жоқ бізде. Түсіндіңіз бе? Повторение жоқ, подтверждение жоқ. Одан кейін не? Бізде взращивание деген жоқ. Яғни мысалы, делік 8 статус жабу үшін менің командамда мынша лидер болу керек деген ұғым жоқ. Және уақытпен шектеу жоқ. Ограничение по времени нет. То есть, даже компания X дейікші, бір компанияда осындай статустар бар. Ол жинаған бонустарыңыз, мысалы, 6 айда, 1 айда, 1 жылда жоқ болып кетуі мүмкін. Бізде ол шектеу жоқ. Көрдіңіз бе? Ерекшелік осында. Енді кеттік ары қарай. Стар, жұлдыз, 500 PV кіші аяғыңызбен жинақы түрде. Екіншісі, бронз стар, бронзовый, қола жұлдызы, 3000 PV.
яғни қараңыз, 500-іңіз бар, 2500 істедіңіз, 3000 болды. Сіз қола жұлдызы болдыңыз. Silver Star не істейді? Күміс жұлдыз, 6000 PV. Компания міне осы жерден бастап $25 премия береді. Премия дегеніміз не? Бұл статусқа жеткен кезде сізге ақшалай премия береді. Міне. Кеттік ары қарай. Gold Star, алтын жұлдыз, 15000 PV. Компания сізге не істейді? 50.000 теңге премия береді. Crown Star, яғни тақ жұлдызы дейміз, 35000 PV, 100.000 теңге. Есіңізде болсын, қазіргі ең жоғарғы статус Қазақстанда бізде Crown Star, ойлаңызшы, 35.000 PV. Көрдіңіз бе? Сондықтан да компания әлі жаңа бастап келеді. Тәй бастап келеді. Сондықтан да 35.000 PV. Келесі, Shining Star, жарқыраған жұлдыз дейді. 35.000 PV, компания сізге не істейді? 250.000 теңге ақшалай премия береді. Diamond Star, яғни алмаз жұлдызы дейміз, бриллиант дейміз, бриллиант жұлдызы. 150.000 PV, 500.000 теңге. $1000 дейді, бізде доллар 500 теңге. Кірдік 500, шықтық 500. Один к одному принцип. Одан кейін Royal Star, 350.000 PV, $1,5 миллион теңге. $3,000 төлейді сізге. Көрдіңіз бе? Тамаша. King Star. Қазақша қалай болады? King Star қалай болады қазақша? Патша жұлдызы. 750.000, King деген король деген сөз ғой. Королевская звезда. 750.000 PV, $5 миллион теңге. Көрдіңіз бе? $10,000 ақшалай береді. Ал енді ең жоғарғы статус жаққан кезде World Star, әлем жұлдызы дейді. Әлем жұлдызы. $1,5 миллион PV жаққан кезде компания сізге автобонус береді. 10 миллион теңге құнындағы автобонус береді. Нет, тек қана машина. Енді қараңыз, бұл жерде тағы бір керемет ерекшелігіміз бар маркетингтің. Қараңызшы, ең көп статуста $1,5 миллион PV. Басқа сетевой компанияларға салыстырсаңыз, көп сетевой компаниялар айта кетейін, 13 миллион, 12 миллион, 7,5 миллион, 6 миллион, 5 миллион, 4 миллион. Бізде $1,5 миллион. Тағы да қайталайын, помалой ветки накопительно, без подтверждений, без повторов, без взращиваний и без сроков. Көрдіңіз бе? Қандай үлкен ерекшеліктер бар, и $1,5 миллион. Біз оның алдындағы проектті 7,5 миллион 8 айда істеген лидерді танимыз, да? $1,5 миллион. Ал енді, онынан бөлек бізде қосымша тағы бір статус бар. Double World Star, двойная мировая звезда дейді, или екілі әлем жұлдызы. Қашан сіз оң аяғыңызда личник бір әлем жұлдызын шығарасыз, сол аяғыңыздан біреу шығарасыз, не болады? Сіз двойной, екілі боласыз да, квартирный бонус аласыз, 25 миллион теңге. Керемет па? Керемет. Көбі сетевой компаниялар мынандай условияны мынандай жерде қойып қояды. Бізде ол жоқ. Түсіндіңіздер ме? Бұл енді былай қарасаңыз дополнительный қосымша статус мына кісілерге. Неге дейсіз бе? Өйткені қараңыз, ең топовый статусқа жеткен кезде сетевой компанияларда мынандай лидерлар көп болып кетеді. Қазір бізде мысалы компанияда қателеспесем 7-8 World Star, 10 шақты King Star, 15 шақты Royal Star'лар бар. Олар көбейіп кеткен кезде білесіз бе не болады? Олар не істерін білмей жүреді да. Не үйретемін, не жасаймын. Оларға сол үшін компания қосымша статустар жасайды. Ну-ка, лидер взрасти, көрейік сені дейді да. Оларға уже вызов та, жақсы вызов. Сол үшін осындай қосымша. Енді ертең өсе келе амандық болса, тағы да шығар жасамыз. Двойной, тройной дегендер болады ғой сетевойлар. Мына осындай. Статустарымыз осы. Енді келесі бізде төртінші бонус, бұл матчинг бонус. Енді бұл уже чисто сетевиктерге, лидерларға арналған бонус. Матчинг бонус дегеніміз не? Чека бонус. Қамархан білеміз бе не екен? Чека. Қараңыз, сіздің шақырған личный лидерларыңыз, және до 5-й глубины. Не деген сөз 5-й глубина? Мына бірінші линия деген бұл сіздің жеке шақырған өзіңіз личниктеріңіз. Мынау личники личников, личники кете береді до 5-й глубины.
То есть сіздің шақырған лидеріңіздің 5-ші клубына кірген адамдар. Яғни қашан бұлар, мына адамдар бинарный бонусқа шығады ғой, чекке шығады ғой, соның чегінен сіз ақша табасыз. Компания сізге тартады. Бұл не деген сөз? Бұл мэтчинг бонус деген не? Қараңызшы, мен адам шақырдым ғой. Оның ақшаға шығуға, ақша табуына мен не істедім? Көмектестім, қолдау көрсеттім, үйреттім. Ол қашан чекке шығады, компания сізге қосымша бонус. Мотивационный бонус. Енді бұл қалай жұмыс істейді? Қараңыз. Біздің мэтчинг бонуста бізде өзі 9 уровень бар. 9 уровень бар. Оның условиялары бар. Қараңыз. 300 CV, 750, 1000 жарым, 3000, 6000, 12 жарым, 25000, 60000, 125000 CV товарооборот. Байқасаңыз, бұл линейный бонус. Накопительный емес, линейный. Аптада қандай товарооборот жасайсыз, содан мэтчинг аласыз. Енді қараңыз. Сіз кіші аяғыңызбен 300 CV жасаған кезде, өзі личный кабинетіңізді көрсетіп тұрады. Бірінші уровеньге шықтыңыз деп жазады. Сол кезде не істейсіз? Первый линиядағы адамдарыңыздан не істейсіз? 10%-ін аласыз. Делік, сіздің личниктарыңыз 100 000 теңге бинар тапты. 10 000 теңге сіздікі. Егер сіз 300 CV товарооборот жасаған кезде. Товарооборот жасамасаңыз, бұл жоқ. Помало етке. Түсіндіңіз бе? Енді тура сол сияқты 750 жасадыңыз ба, 15% аласыз бірінші линиядан. 1500 деген кезде бірінші линиядан 25, екіншісінен 5. Екінші линия дегенімізде олардың шақырған личниктері. Түсіндіңіз ғой? Ары қарай кеттік. 6000 CV жасаған кезде біріншіден 50, екіншіден 10, үшіншіден 5 аласыз. 6-шы уровеньге шыққан кезде 50 бірінші линиядан 15, 15. Қараңыз, сіз уже 6000 CV, 6000 CV деген не? Қараңызшы, міне сильвер. Сіз команда, қараңыз, бұл личный товарооборот емес. Команда етке бүкіл команда, мысалы, осы аптада 6000 CV өткізіңізші, сіз автоматически 5-ші уровеньге шығасыз. И уже сіз бірінші ойлаңызшы, сіздің бірінші линияңызда адам 100 000 теңге тапса, ол 100 000 теңгесін өзі алады, 50 000 сізге түседі. Керемет па, міне, үлкен ақша осы жерде жатыр. Сондықтан да, Қамархан, менің обученияларыма қатысып беріңіз, прямой эфирларға, өтердің зарядкалары қарайсыз ба? Иә, сіз оны обязательно YouTube-тан қараңыз, YouTube-тан. Автобуста жұмысқа кетіп баратқан, қайтып баратқан YouTube-қа сақталып тұр ол жерде. Тыңдаңыз, мен неге айтамын? Үлкен ақша, мен сізге сұрақ қояйыншы сондай. Мысалы, үлкен ақша қалай табылады, кішкентай ақша қалай табылады? Қалай ойлайсыз? Үлкен ақшаны табу үшін үлкен жұмыс жасау керек. Үлкен жұмыс жасау керек. А кішкентай ақша табу үшін? Дұрыс емес. Білесіз бе неге? Сыры қайда жатыр? Қараңыз, кішкентай ақша табу үшін бұл көп жұмыс істеу керек та. Шаршайсыз. Иә. Бұл қалай? Мысалы, бір жұмыста 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейсіз, бір ай жұмыс істедіңіз, 200 000 теңге ақша таптыңыз. Зарплата. Наемный работа. Көрдіңіз бе? Ал үлкен ақша еңбекпен табылмайды. Немен табылады? Қалай ойлайсыз? Көп жұмыспен емес. Ақылмен емес. Командамен табылады. Қашан адам баласы өзіне жауапкершілік алады ғой, риск тәуекелге келеді ғой. Когда человек берет на себя ответственность, берет риск на себя и принимает решение, вот тогда үлкен ақша береді. Ал сіз ойлайсыз ба, мысалы, мен қазір офиске таңертең 7-те келіп алайын, түнгі 12-ге қарай күнде солай жұмыс істеймін. Мен чегім өсе ма? Қашан өседі? Мен адам шақырып, онымен кездесіп, ол адамға жауапкершілік аламын, мен сені қазір лидер боламын, келші командаға, бар бірге жұмыс істеймін. Обещание бердіңіз ғой оған, жауапкершілік алдыңыз ба? Алдыңыз. Шешім қабылдадыңыз ба? Қабылдадыңыз. Ол адамды күнде сүйредіңіз ба? Сүйредіңіз. Күнде оқыттыңыз ба? Таныстырдыңыз ба? Бұның бәрі жауапкершілік. Міне қашан осыны істейсің, сіз бұған спокойно можете 1-2 сағат қана білуіңізге. Бірақ жауапкершілік. Қашан адам жауапкершілік алады, сол кезде ақша табады. Міне, жауапкершіліктің көкесі осында жатыр. Көрдіңіз бе, үлкен ақша қайда жатыр? Қашан сіз адамдарды
адамдарға ақша табуды үйретесіз. Бизнес жасап үлкен ақша шығарса, сіз де еселеп ақша аласыз. Міне үлкен ақша осы жерде жатыр. Міне үлкен ақша. Көрдіңіз бе? Міне. И міне әрі қарай кете береді, ойлаңызшы. Міне. И тура солай қараңыз, 125 мың CV шаяғызбен өткізесіз ғой. Қазір үлкен ақша болып көрінеді да, поверьте мне, біз бұны тауар отысқанын өткенбіз. Мына ақша түк болмай қалады. И мына чекті аласыз. Енді ойлаңызшы, міне қараңызшы, сіз мына товар оборотты аптасына өткізу үшін сіз мына WorldStar боласыз. Енді қараңыз, WorldStar'лар қанша ақша табады білесіз бе? Түркиядағы WorldStar'лар в среднем 40-50 миллион теңге ақша табады айына. Мына KingStar'лар в среднем 20-30 миллион. RoyalStar'лар где-то в среднем 15-20 миллион. Diamond'тар где-то 10 миллион айына ақша табады. Көрдіңіздер ме? Бұл барлығын айтып қосыққанда, е? Ал енді мына WorldStar'ның ішінде абсолютно рекорд болған. Қазір ол кісі әлі бар, әлі істеп жатыр бизнесте. Бір аптада $178 мың, яғни 80 миллион теңге. Көрдіңіз ба? Сіз мен тыңдап тұрсыз ғой. Мен ол кісімен былай сөйлесіп көрдім. Ойлаңызшы, бір апта, ай емес, бір аптада 80 миллион теңге ақша тапқан. Бір аптада. Аты кім? Бесім Ешелкая. Көрдіңіз ба? Міне, үлкен ақша қайда жатыр. Түсіндіңіз ба? И мен жаңа не айтып отырмын. Мына жер вроде бы товар оборот небольшой, ақша көп емес сияқты ойлаймыз да. Негізінен көрмейді ма қалай ақша жатыр. Ақшаның көкесі. Міне ақшаның көкесі мында жатыр. Енді ойлаңызшы, сіз мысалы WorldStar болдыңыз, только по бинару флеш аут жасайсыз ғой, 40 миллион табасыз. А сіз 40 миллион табу үшін сіздің автоматически командаңыз мықты болады. Ойлаңызшы, первый линиядағы делік ойлаңызшы, сізде Royal, Diamond'тар бар. Каждый 20 миллион теңге ақша табады айына. 10% сіздікі. Көрдіңіз бе? Ақшаның көкесі қайда жатыр. Ал енді екінші линия, делік Shining, Diamond'тар бар. Олар 45 миллион. Не болды? 25-4-те-1 сіздікі. Міне, ақшаның көкесі қайда жатыр. Түсіндіңіз бе? А бұл қашан жатыр? Мен тіркеп қойдым, все, істеңдер, мен жатамын. Дедіңіз бе, мынау жоқ сізге. Қашан сіз, біздің сетевой бизнес өзі солай, қашан адамдарға көмектесіп, оларға табыс шығуына қалай көмектесесіз, сіз де солай өсесіз. Басқаша болмайды. Басқа жол жоқ. Түсініп қоямын өтшік болыстар. Енді одан бөлек өзіңіз білесіз, маркетплейс деген бар. Яғни, егер сізде клиенттер болса, ссылканы жібересіз, жасаған товар болатын 30% сіздікі. 4 бонусы деген бар. 4 линия, бірінші линияңызда 4 активный партнеріңіз болса, бір айда 1000 CV товары первая, вторая линия жасаса, айына $50, яғни 25 теңге компания сізге төлеп береді. Командировочный бонус деген бар. Бізде не істейді? 10 000 CV, 15 000, 20 000, 25 000 CV 3 ай қатарынан товар оборот жасасаңыз, компания сізге 100 000, 150 000, 200 000, 250 000 тақ төлеп береді. Бұл күшті керемет нәрсе емес пе? Сіздің ана находнаға жүріп тұрыңыз ақша да жақсы. Қосымша да как бонус ретінде былай. Ага, ойбай мынаны табайын деп жүрмейсіз ғой сіз никогда. Негізгі мақсат мынау және мынау ғой. Мынау өзі артынан келе береді де өзі. Түсіндіңіз бе? Және не дейді? Глобальный бонус деген. Яғни сіз жылына бір рет компания әлемдік товар, мировой товар обороттан 1%-ын мына товар оборот жасаған лидерлар арасында бөліп береді. Қараңыз, статусқа байланбаған товар оборотқа 250 000 CV, 500 000 CV, 750 000 CV товар оборот жасаған лидерлардың арасында бөліп береді. 1 доля, 2-3 доля. Көрдіңіз бе? Әдемі. Енді одан бөлек бізде білесіз ғой, активация бар. Активационный бонус бар. Бұл активацияның 4 түрі бар. Бізде проф пакет алсаңыз 4 айға автоматически созылады. Екіншісі, маркетплейсте товар оборот болса, ол да активацияға есептелінеді. Үшіншісі, бұл классический активация. Өзіңізге 16-18 теңгеге өнім алсаңыз, активацияны 1 айға созылады. Және регистрация. Мен негізі осыны ұсынамын көбіне. Яғни, осы активный период 28 күннің ішінде оң аяғыңызға 1 адам, сол аяғыңызға 1 адам хотя бы на минимальный пакетке тіркесеңіз, сіздің активацияңыз 1 айға автоматически созылады. Негізі аны
противоответді ұсынамын. Сондықтан да бұның бәрі товар болып кетеді. Одан бөлек білесіз, біздің компанияда жылына 2 рет путешествие бар, промоушендар бар, праздничный промоушендар, анау-мынау. Енді $1 бізде 500 теңгеге тең, НДС 12, және қараңыздар, вывод жасау үшін бізде 300 CV товарооборот болу керек, білесіз, и және 14 күн удержка болады. По прав защите потребителей заң бойынша бізде не болады? Мына өнімдерді сіз біреуге бердіңіз ғой, сатып алған кезде компания жоқ, мен бұл өнім маған керек емес екен, қайтарам дейтін болса, компания ақшасын сол мезетте бере қою үшін не істейді? Сіз тапқан ақшаңыздың, бонустарыңыздың 14 күн не істейді? Приостановленная сумма деп тұрады ғой. Сол жерде болады, 14 күн өткеннен кейін не істейді? Сумма для выводаға өтеді. Сол ақшаны шығара берсеңіздер болады. Енді бізде білесіздер, баблы не сгорают, ничего подтверждать не надо, помалые ветки накопительные. Енді шыны керек, мен сізге айтайын, біздің маркетинг, мен мысалы көп сетевой компаниялар маркетингтен жақсы білемін. Бізде қазір топ 2-ге кіреді. Честно вам говорю. И бізде подводный камень, скрытый нәрселер жоқ, спокойно жұмыс істей бересіз, жеңіл. Компания жаңа бастап жатыр, аламандығын берсе 6 күні міне открытиеміз болады. Қазір пандемиктен бастап утренний зарядка, вечерний зумы, обучение, собрание бәрін реттейміз. 6 күні бір күшті масштабный мероприятие өткіземіз аламандығын берсесінде. Сондықтан да сізді күтеміз. И бұл жерге обязательно Қамархан статус жауып келіңіз, признание болады. Және қасыңызға адам ертіп келіңіз. Біз қазір промоушен жариялаймыз. +5, +10, +20 деген. Яғни мысалы 5 адам алып келсеңіз, событияға подарка болады, промоушен болады, 10 адамға, 20 адамға сөйтіп айтамыз. Жақсы ма? Сонда. Енді сұрақ, Қамархан. Бизнесті қалай бастаймыз ғой? Сұрақ қойын онда, сізге? Сіз қазір қай пакеттесіз? Стар. Жоқ, пакет. Профессиональный. Вы молодец, классно. Теперь пакет стардасыз. Так, енді қараңыз. Мен сізден сетевик уже кішкене статус шапқан дейсіз ғой. Өте маңызды нәрсе, мен мысалы быстрый стартты былай айтатын. Бірінші тіркеліңіз, пакетіңізді үлкейтіңіз, сіз оны істепсіз, вы молодец. Екінші қадам стар жабу, Үшінші қадам сізге өзіңізге. Первый линияңызда қанша адам бар сізге? 6 адам. Міне, мен сізге мынандай мақсат. 6 адам пакетпен барлығы 11 адам. Тіркелгендер бар, пакетсіз. Не важно. Сізге қазіргі өзіңізге сондай мақсат қойыңыз да, өзіңізге кем дегенде 20-30 первый линияда адам керек. Өйткені 30 адам тіркейміз первый линияға. Сол кезде сізде жоқ дегенде 3-4 адам жұмыс істейтін адам керек. Шарт. Сізге бизнес құрып мына статустарды жаба білу үшін сізге жоқ дегенде жұмыс істейтін сіз сияқты 2 адам оң аяғыңызда, 2 адам сол аяғыңызда керек. Бұл стратегия, да? Компанияның ондай несі жоқ, талабы жоқ, бірақ сізге сондай стратегия құрғанды кеңес беремін, да? Сол кезде сіз статустарыңызды тез жазасыз. То есть мақсат қоясыз, списки контактов ашамын, өзімге список жасаймын, солармен күнде. То есть өзіңізге мақсат қойыңызшы, күнде кем дегенде бір встреча. То есть қолын тигенде, суббота, воскресенье, праздникте, выходнойда деген әңгімені қою керек, да? Мен сізді түсінемін, сіз қазір жұмыс істеп жатырсыз ғой. То есть менің спонсорымның айтатын сөзі бар, один контакт, один контракт деген принципті басыңызға қойыңыз. Это не значит, что мен қазір кездесім, ол сразу контракт жасау керек емес, но кемінде бір адаммен кездесіп отырыңызшы. Предлагать етіңіз. Біреу мысалы өнімге келу мүмкін, біреу маркетингке келу мүмкін, біреу сетевик болу мүмкін. Не важно. Цель күнде бір адамға оны жеткізу. Мұны қолай жасаудың ең жолы білесіз бе? Мен істеп тұрмын. Мен қазір бұны сақтап қойым, жасап қойым ғой. Менің эфирларым тұп қарамады деген 300 адам бар. Бұл не деген сөз? Мен қазір вроде бы мен сізге қазір 1 сағат жұмсадым ғой.
мен қазір бұнымен тағы бір жарты сағат отырып бұның бәрін эфирдің бәрін жасасам 300 адамға. Демек мен 1 сағат уақытымды жұмсап 300 адамға не істеген болдым, түсіндірген болдым. Түсіндіңіз бе? Қазіргі заманда ақпарат дәуірі дейміз ғой, эра информация. Ақпарат дәуірінде осындай қолайлықтар бар. Сондықтан да қазіргі таңда сізге мысалы WhatsApp бизнес, Instagram, TikTok деген нәрселерді жақсы меңгеріп алуды өте кеңес беремін. Сіздің жұмысыңыз еселеп өнеді да. Солай мен қазір сіз өтсіз, сізге түсіндіріп жатырмын ба? Бірақ мен оның бәрін сақтап қойдым эфирді. Көрдіңіз бе? Халыққа түсіндіресіз. Иә. Дұрыс болса да. Иә. Ал бұны қазір сақтап қоямын, өлсем сілтемелер жіберген кезде, мысалы дәл қазір қарай алмаған кісі не істейді? Кешке қарай, ертең қарай, бүрсігүні қарай. Көрдіңіз бе? Қайталап қарауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Демек, менің 1 сағат жұмсаған уақытым еңбегім. Оны 300 адам қарауы мүмкін, 500. Ал кейбір ататын видеоларым болады, 1000, 2000, 3000 адамға қарайды. Сіз өзіңіз бір елестеңіз, 500 адам деген қанша білесіз ба? Аудитория. 500 адам, живой 500 адам тіркеңізші. Үлкен зал ғой 500 адам. Это все равно, что сіз шықтыңыз 500 адам, үлкен конференц залды 500 адам жинап қойдыңыз да, сол адамға маркетинг түсіндірген болдыңыз. Көрдіңіз бе? Солай кішкене масштабты ойлаған кезде, ол кезде жұмыс өнеді. Ал егер, әрине, кезінде ол кезде WhatsApp, Instagram, интернет жоқ кезде тек қана живой встреча болды ол кезде. Қазір ақпарат дәуірінде бұл сондай мүмкіндік бар. Міне, қолыңызда керемет инструмент, телефон деген. WhatsApp мысалы статусқа, группқа, анаған, маған керемет инструмент қолдануға болады. Мысалы, қандай инструменттер бар? Тікелей эфир, WhatsApp, жаңағыдай неме тағы, отзыв, TikTok, соның бәрін қолдануыңыз керексіз да? Постоянно. Сұрақ. Түсінікті болды ма кішкене қалай жасаймын дейсіз? Түсінікті, көп не алдым, ақпарат керегін түртіп алып. Дұрыс. Енді сіздің мақсатыңыз, сіз былай жасаңыз. Мысалы, 6 июльге дейін қандай статуспен келгіңіз келеді болыңызшы? Бронзамен. Бронзамен, да? То есть, міне 3000 PD, иә? 3000 PD. Қазір личный кабинетіңізге кіресте қарайсыз, сколько там не хватает, уже жазып тұрған ғой? Жазып. Иә. Содан ойлайсыз, так, маған жетпей тұр. Бұл не деген сөз? Қанша PD жетпей тұр, бұл қанша пакет. Демек, маған 3 адам үш аяғына тіркелді. 650 адам. Енді қанша жетпей тұр? 2400. 2400. Не деген сөз? 2300. Ол 3 үлкен пакет, 3 адам тіркесеңіз болды, сіз уже аласыз спокойно. Или же, былай есептеуіңізге болады да, 3000 PV деңізші жарайды. 3 үлкен пакет. Адам қанша болады? 3000 жасау үшін 4000. Адам 5-еу, адам 10 деңізші. Көрдіңіз бе? Өсіп жеңілдетесіз. Сөйтіп ата-обратно машину керек та сізге. Сол есептеңіз. Демек, маған осындай адам керек. Және Қамархан, сізге краткосрочно және долгосрочно өзіңіздің стратегияңызды жасап алыңыз. Мысалы, осы айдың аяғына дейін, жарайды, міне, июньнің аяғына дейін мен сильвер жабам. Өзіңізге мақсат қойыңызшы, айда бір кем дегенде бір статус жауып отырам деген мақсат қойыңызшы өзіңізге. Айда бір. Мысалы, июньда мен бронза жаптым. Июльда сильвер жабам, августта голд жабам, сентябрьда краун жабам. Одан кейін шанты. Өстіп бір мақсат қоймаңызшы. Содан кейін оны не істеңіз? Бұл қанша PV? 35-ің ба? Қанша адам керек па? 1000 адам керек. И сіз оны ата-обратно түсінесіз да? 35-ің PV деген үлкен пакеттен 35 адам деген сөз. 35 адам. Иә, 35 адам. 35 адам. Көрдіңіз? Ал мен сізге жаңа не айттым? Өзі бір сухая статистика бар да, сетевойда. Бір 20-30 первый линияға адам тіркесеңіз, ішінен бір 2 адам, 3 адам шығады өзі. Сізге алғашқы мақсатыңыз, ең бірінші қойған мақсатыңыз, оң аяғыңызда бір адам шығару керек, сол аяғыңызда бір адам шығару керек. Сіз сияқты жұмыс істейді. Не просто потребитель. Анда-санда бір алатын емес. Реально жұмыс істейтін адам керек те, сіз сияқты. Жаңағыдай офиске келетін, андай, мындай. Көрдіңіз бе? Ал үшін мына кішкене миды қозғалту керек. Ми сізге көмектеседі. Дұрыс мақсат қойсаңыз өзіңізге. Мысалы, қазір Астанада күшті офисіміз бар. Алматыда күшті офисіміз бар. Демек, мен өзіме мақсат қойдым.
мен Астанадан өзіме бір адам шығаруым керек. Неге? Өйткені ол офиске келіп жұмыс істей алады. Алматыда менің спонсорым бар, ол жерде көмектесе алады. Демек маған бір ключевой адам керек. Алматыдан біреу, Астанадан біреу. И Петропавловскдан маған бір адам керек. Петропавловскты шектеп қоймаңыз. Не получается, ничего страшного. Кішкене Қазақстан деңіз, Қырғызстан деңіз, сөйтіп қараңыз. Түсіндіңіз бе? Кішкене мына ой сананы былай кеңейту керек. Сондықтан да бірінші мақсат өзіме 2 жұмыс істейтін лидер табуым керек. Оң аяғыма көру, сол аяғыма көру. Екеуі параллельно істеген кезде сіз постоянно таба болады. Одан кейін оны 2-ге шығару, одан кейін бірте-бірте 3-ге шығару, бірте-бірте 4-ге шығару. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп кете береді. Сіз енді ойламаңыз, ойбай кран жауы 35 мың адам, 35 адам табуым керек. Сіз біле алмайсыз да, бәлкім 100 адамға предлагать етесіз, соның ішінде 3-і келсе, сол 3-і сізді бәрін шығарып беруі мүмкін да. Бірақ бұл жерде өте маңызды нәрсе, біз сол 100 адамның бәріне айтып шығып, бәрін кесіп шығуымыз керек бізде. Сол жұмысты атқаруымыз керек. Сіздің жаңағы золотой кораблигіңіз 4 адам сізді күтіп отыр бұл жерде. Тем более сізді көріп тұрмын, энергияңыз күшті, уверенность, мұғалім, көріп тұр, ұстаздық. Басқа сұрақ? Басқа сұрақ. Кез келген адамға адам таңдамай айта береді. Енді қараңыз. Сіз енді кез келген адамға бәрін айта беруге болады. Бірақ енді көп отказ аласыз да мұндайда. Көп отказ аласыз. Отказ алу да жақсы, негізі кішкене иммунитетіңізді көтереді да. Әйтпесе біз ойлаймыз қазір 4-5 жерге айтамын, бәрі қосыла кетеді деген бір ожидание болады да. Білесіз ғой, сетевой маркетингте көп адамдары табысқа жете алмауы, сетевойдан кетіп қалу завышенное ожидание болады да. Завышенное ожидание. Ол болмас үшін не істеу керек? Дұрыс өзіңізге аудитория жинау керек та. Мысалы мен туысқандарыммен, жолдастарыммен жұмыс істемеймін. Вообще шақырмаймын. Сондай стратегия бар. Оны вообще ойлап жүрдік. Иә. Енді әркімді әркелі. Иә. Ал енді мен сізге мынандай ұсынар едім, мынандай стратегия. Параллельно адамдарды шақырасыз. Обязательно болу керек. Но постоянно проявленность деген не деген сөз? Вы должны быть проявлены. То есть әрдайым адамдар сіздің кім екеніңізді біліп жүру керек та. Ол үшін мысалы жаңағы значок тағып аласыз күшті, иә? Мысалы бізде мынау тем более жақсы нәрсе, мына жеріңізге жабыстырса, мынау не, ана не жабыстырып аласыз. Өйткені маған бір татуировканың күшті ғой дейді. Сондай сияқты. Бір жеріңіз ауырма деп маған айтады. Иә. Иә, көрдіңіз ба? Мысалы, кейбір адамдар денсаулыққа келеді, кейбір адамдар ақшаға келеді. Осы 2 түрлі адамға 2 түрлі түсіндіру керек. Ол үшін сіз әрдайым немен айналысқаныңыз туралы айтуыңыз керексіз. Адам сіз тетивизий бизнес жасап жүргеніңізді түсіне білу керек, қабылдай білу керек та. Сол кезде жұмыс жүреді та. Түсіндің бе? Өйткені басқаша адамдардың сізден не күтерін білмейді да. Былай ойлау мүмкін да. Қамархан мұғалім, маған мұғалімдік қажет жоқ, жарайды дейді да, болды. Дос қарым-қатынас болады да. Ал егер сіз WhatsApp статустарыңызда, Instagramыңызда өнім туралы айтсаңыз, өзіңіз жақсы отзывтар айтсаңыз, бүйтсе, сөйтсе, анда бардым, мында бардым, анау болды, мынау болды, әрдайым бір бөлісіп жүрсеңіз, не болады? Адамдар жүрсін, сетевой бизнеспен айналысып жүр екен ғой, денсаулық екен ғой. И не болады? Миларына андай қонады. Так, и раз есіне бірдеңе түсе қалады ғой. Что-то мен басым ауырып жүріп, өткенде Қамархан бір пластырлар туралы айтып еді, хабарласайшы. Қамар, не болды? Андай, өткенде бірден сен айтып отыр, мен басым ауырып жүр. Не бар бастан? Көрдіңіз бе? То есть, мынандай болу керек та, сізді танитын, білетін адамдар, менің денсаулығымда ақаулық шыққан кезде, мен Қамарханға любой момент хабарласа аламын. Или мен табысқа шыққым келеді, ресейт маған жақын, сетевиктер. Қамарханның тетевисі бизнес жасап жүрген, ну-ка менде. Мен үшін не істеймін, қандай бизнес? Деп, естесіз, ол кісі сізге хабарласа береді. Ол үшін
Сіз әрдайым айтып отыруыңыз дұрыс соны. Әрдайым проявляться надо. То есть говорить о себе надо. Потому что людям откуда знать, чем вы занимаетесь, что вы предлагаете, если вы об этом вы не говорите. Ага, не бар ма бизнеста андай бір правило бар. $1 тому, кто придумал бизнес. $2, кто сделал этот бизнес, а $10, который продал этот бизнес. Не значит продал. Егер сіз сол бизнестің құндылығын сол адамға жеткізе білсеңіз, вот тому $10. Потому что много классных идей, много классных проектов, но пока если вы не можете его продвинуть, продать, донести, бесполезно. Сондықтан $10 тому, кто продал эту идею. Әңгіме осыдан шығады. Когда сетевики научатся продавать ценность продукта, ценность маркетинг-плана, только тогда приходят большие деньги. Только тогда люди к вам идут. Не слышно? Микрофон еще слышно? Надо поставить. А ну, микрофон как поставить? Да. Вытащи просто, она вытаскивает. Потому что с моим микрофоном проблема может быть. Да. Вот. Ну, тут очень важно говорить о себе, заявлять о себе. Понимаете? Вот видите, вот вы, например, сюда пришли. Если бы вы не пришли, мы бы с вами не встретились. Если бы вы не сказали бы, я бы не знал, что вы даже в Астане находитесь. Поняли? Очень важно заявить о себе, всегда заявлять о себе, говорить уверенно о себе. То есть баған айттыңыз, что-то неуверенности не выбор, деген айттыңыз ғой. В чем проблема? Уверенность у меня неге слов нету. Пакеттерге, продукцияға, компанияға. В чем неуверенность? Но не знаю в чем неуверенность. Вы боитесь заявить о себе, что вы сетевик? Я же врач. Наверное, Я же учитель. я не врач. Я же преподаватель, я же учитель. Как я себе есть такой? Вот это меня задерживает, да? Да, Потому что у меня до пенсии 2,5 года, сол меня вот как мне сердце. Вот видите, это называется Не могу ограничивающие, да, денежные убеждения. То есть вы думаете, что если вы преподаватель и учитель, что вы не имеете права заниматься другими вещами. Видите, вас ограничивает. Нет, это меня не ограничивает. А что ограничивает? Просто мен мұғалім болып жүргеннен кейін жұмысыма кедергі болады ма деп ойлаймын. Бастық жағынан, әдіскерлер жағынан, мұндай іспен неге айналысасыз деп айта ма деп сонымен. Это вы просто думаете. Вы это просто так додумываете. А вот спросите своих коллег. Ну, вообще все равно. Бастыққа тем более. То главное, говорит, жұмысын істеймін, мне какая разница, чем ты там что-то занимаешься. Потому что работа, это вот зона ответственности одно, вы же не пытаетесь мұғалімдікті тастап кету или шегеріп қоймайсыз ғой. Вы же дополнительно это занимаетесь. Это же другой вопрос абсолютно. Почему оно другому должно мешать? Потому что, когда вы на пенсию выйдете, вы думаете, ваша пенсия будет вам хватать? О чем я речь? А ваши коллеги, ваш бастық об этом не будет. Қымбат ханым, пенсиясы жетер ме екен деп ойламайды. Ешкім ойламайды. Ешкім ойламайды. А почему-то вы думаете, что они подумают про вас. Хотя они вообще не думают. Каждый думает о себе, вот честно. Это факт. А то, что вы просто как бы завуалированно не хотите этим заниматься, потому что они подумают, они скажут, там, это все фарс. Это ваша как бы психика пытается защититься. Да. Это просто мнение, даже это может быть и неправда вообще. Это просто ваше, это нормальное явление. Все чего-то боятся, все чего-то не уверены. У кого что-то, у кого-то другое. Все равно. Но когда вы отойдете от этого, даже вот, например, я же говорю, этот человек, даже если об этом так подумает, коллега или начальник, неважно, он максимум, знаете, сколько подумает про вас? 4 секунды. И забудет. Например, вы что-то сказали, просите его. Там такой, боже мой, простите, вы что ли? О, кетті, да? Өз жұмысына кетті. 4 секунды.
Этот человек даже забудет про это, он даже не будет думать это. 4 секунды на момент контакта только человек думает. Все. А мы что думаем? Мен туралы не ойлап кетті екен. Ұят болды, қой құрсын естемей қояйын дейміз да? По факту ему вообще до фонаря. Он ушел своими заботами заниматься. И все. Сондықтан да, просто здесь надо, скорее всего, знаете, вам нужно вот эти цели ваши, да? Миссия, цели, нәрсені кішкене хорошенько обдумать твердо. Потому что когда у многих людей страх что-то начать или что-то мешать, зачастую это когда невнятная цель поставлена, понимаете? А когда у человека есть внятная, понятная цель, ему все равно кто что подумает, все равно что кто скажет. Потому что у него есть внятная цель. Может, чего он хочет достичь. И он понимает, что этот человек, который думает обо мне или что-то сказал обо мне, он никак не повлияет на его цель. Тем более на карман. Да? Сондықтан да, над этим надо поработать. Хорошо? Самое главное начать. И знаете, парадокс в чем? Пока вы пришли бастамайынша, вот этот страх не пройдет. Страх это не такая вещь, знаете, так, сначала страхом поработаю, где страх? Вот. Диамезис, да, вот. Этот страх, пока вы не начнете то действие, которое страх победит, она не уйдет. То есть нету таких инструментов, так, мынаны ішсең страх кетіп қалады. Или мынаны айтсаң страх кетіп қалады деген жоқ. Страх чего? Я начну, этот человек меня подумает. Вы просто возьмите и сделайте, и вы увидите, что она просто вот так, как туман, сразу рассеется моментально. Но пока именно это действие вы не сделаете, она не пройдет. Нету других пилюль или волшебных палочек. Вот нет. Что бы вы там не читали бы, не слушали бы. Пока первый шаг не сделаете, это не будет. Не сияқты жүзумен байланысты. Жүзу. Вот человек боится воды, хочет научиться плавать. Теперь вопрос. Сколько бы он там теории, там видео не посмотрел бы, пока он не нырнет и не начнет плавать, страх, боязнь воды не пройдет. Точно так же здесь. Она так и работает. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Время сколько идет? Бірақ сұрақ, менің қызым жаңа мына айтып отырсың ғой, неге эфирға шығу керек, бәрін жариялау керек деп. Менің қызым зумда онлайн сабақ береді. Она преподаватель китайского языка. О, тамаша. Шетелге шығады. Сол қызымды осында кіргізе алмайды. А қайтесің? Қайтесің? Ей это надо? Маған көмек берсін деп қойды. Вот видите, это вам надо, не ей надо. Видите вопрос какой? Ей это не надо, вы себе хотите. Ей-то это не надо. Видите? А всегда нужно приглашать людей из хотелок их, а не от ваших хотелок. Понимаете? Тогда бизнес пойдет. Жасы нешеде қызыңыз? Қызымның жасы 28-де. 28. Жоқ, преподаватель китайского языка. Так, енді, давайте бір қосымын жіберейік. Амархан, сізді мына ортаға шақырайын. Сіз 5 жылдыққа барып келдіңіз ғой. Бір пікіріңізбен, ойыңызбен бөлісіңізші. 5 жылдыққа Турцияға барып келдім. Рахмет Ақмарал Мұқановнаға, алматылықтарға. Ең бірінші менің пікірім Турцияға сол осы компанияның ашқан кісілермен кездесем, соларды өз көзіммен көрсем ғой деген мақсатпен бардым. Керемет болды. 2 күн уақытымызды бөлдік осы 5 жылдық компанияға. Қалай айтсам екен? Халықтың көңіл күйін, осы өнімге деген шынайы сезімдерін көрдім. Өнімдер өте керемет. Сондықтан Қазақстанға әкелгеніне қуаныштымын. Камила Диловқа біріншіден, Перизат ханымға, Мақсат мырзаға, сізге өте сондай үлкен ризашылығымды білдіргім келеді.
халыққа тілейтінім бұл өнімді пайдалану керек. Өйткені өзімнің білуімше, өзімнің қолдануымша өнім керемет жұмыс жасайды ағзада, адамның ағзасында. Жас ерекшелігіне қарамайды. Жас баладан ересек адамдарға дейін жұмыс жасайды. Осындай офистар барлық Қазақстанның қалаларында ашылса ғой деген тілек айтқым келеді. Яғни айтамын, халық пайдаланып, өз ағзасын дұрыстап, өмірін ұзартып, тек қана нәтижеге жете берсін. Рахмет. 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 Tamam.